Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз осындай әдемі, дәмді әрі өте нәзік ванильный капкейк дайындап үйренеміз. Ол үшін бөлме температурасындағы майды және қантты қосып миксермен араластырамыз. Мен асығыс болғандықтан майды ертіп алдым. Содан кейін үстіне 2 жұмыртқаны салып, тағы да миксермен араластырамыз. Онды разрыхлителмен араластырып, жұмыртқалы массамызға барлығын салып, миксермен тағы да араластырамыз. Одан кейін үстіне сүт құямыз да тағы да миксермен араластырамыз. Дайын болған массамызды мешочкқа осылай қасықпен салып аламыз. Осындай арнайы кекс пісіретін силиконовый формаға мешочктың немесе қасықтың көмегімен салып аламыз. Осындай формада немесе арнайы пеште пісіретін капсулаға салып пісірсеңіздер болады. 180 градуста шамамен 20 минуттай пісіреміз. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін творожный сырмен қантты немесе қантты ұнтақты миксерлеп аламыз. Одан кейін үстіне сливки қосып, тағы да миксермен араластырамыз. Осындай біркелкі формасын ұстайтын крем шығады. Кекстеріміз осылай әдемі болып піседі. Енді осы кекстерге әдемі шапочка дайындаймыз кремнен. Ол үшін мешочкқа осындай насадка саламыз әдемі болу үшін. Басын қиып, ішіне кремді толтырамыз. Кекстерді силиконовый формадан алып, осындай әдемі қағазды капсулаларға саламыз. Насадканың көмегімен осындай әдемі етіп шапочкалар отырғызамыз. Осындай коробкаларға салып, қонаққа апарсаңыз болады, немесе сатылымға шығарсаңыз болады. Өзіңіздің қалауыңызбен сәндеуге болады. Мен ақ посыпкалар септім. Қазір ішін кесіп көрсетейін. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.